Бүгін сіздерге басымнан өткен және көзіммен көрген бір оқиғаны айтып берейін. Бұндай оқиға қазіргі күнде әркімнің де басына өтіп кездесіп жүрген болар мүмкін. Пікірлеріңізді жаза кетерсіздер. Егер менікі дұрыс болмаса дұрыс емес деп жазарсыздар. Дұрыс болса өздеріңіздің ойларыңызды жазарсыздар. Мына Алматыда жүргенде күнде таксиге міне беру мүмкін емес. Қайта автобусқа міну керек сәттер де болады. Көбіне сол осы қоғамдық көлікті пайдаланамын осы жақта Алматыда. Сондай бір кездердің бірінде автобусқа міндім, отырғаннан кейін автобустың іші ондай қатты лық толы емес, яғни тұрып тұратын орын бар, отыратын орынның бәрі бос емес. Содан енді мен өзім орын сұрайын деп тұрған жоқпын бұл жерде. Бұл жерде айтайын деген басқа мәселе. Отырдық, автобусқа міндік, 4 орында 4 қыз отыр да, мына жағында 2 орын, мына жағында 2 орында 4 қыз отыр, әңгіме бір-бірімен ырқыл-жырқыл, телефон сөйлесіп отыр. Енді қош делік. Бірақ енді жан-жағына қарап орын берейін десе, өздерінен үлкен адамдар бар. Өздерінің ата-аналарындай адамдар бар ол жерде, егер орын берем десе. Бірақ оларды тіпті көздеріне іліп те отырған жоқ та, әңгімелерін айтып, өздерімен өздері отыра берді. Содан қош делік енді. Бірнеше аялдамадан кейін жасы үлкен, бір 70-те еңсерген бір қарт апай отырды. Әже ғой енді, әже отырды. Отырған жоқ, мінді, автобусқа мінді. Мінгеннен кейін енді жүретін орын бар, ондай тығылысып тұрған жоқ. Мен қасыма келіп, ол да тұрды автобустан ұстап. Автобус және жүргенде енді Алматының іші білесіздер, қайта жаңағы пробка, тормоз береді, қайта тоқтайды, жүреді. Сондай кезде теңселіп құлайын деп әрең тұрды да, енді қазір құлайын деп кеттім жерде. Әрең тұрды. Ал енді бір қызығын айтайын ба? Осы жерде қызықты қараңыздар. Осы моментте қызықты қараңыздар, достар. Манағы бір-бірімен абыр-сабыр әңгіме айтып отырған, телефондарын шұқып отырған қыздар сол сәтте ұйқылары келе қалғандай көздерін жұмып ұйқыға кетті. Қызық, я? Ұйқыға кетті, отыр, төртеуі төрт жерде кәдімгідей рахаттанып ұйықтап отырды, манағы апай мінгеннен кейін. Содан ол апай теңселіп әрең тұр. Мен енді манағы қыздарға бірдеме дейін десем, тіпті ана қыздар өзіме қазір бажылдап бірдеме деп қалама, жаман сөз айтып қалама деп, сондай бір неменен мен де үндей алмай тұрмын да. Неге десем, бір сөзге түсінбейтін адамдай көрінді да. Қазір осы сәтте мінекей қазір видеосын сәл кішкене өзімде видеосын түсіріп алған болатын. Соны қараңыздаршы, қандай апай екен, отырған адамдардың қандай екен, орын беруге тұратын жастағы кісі ме екен, әлде басқа ма екен? Видеоны көріңіздер. Содан сөйтіп тұрғанда енді бірнеше аялдама жүрдік, өзі 1-2 аялдама жүріп тастады деймін. Мана қыздардың тұратын ол тіпті ойлары да жоқ қой. Содан бір адам шыдай алмады деймін. Менің жанымда, арт жағымда бір менен жас шамаласы деймін, даже 1-2 жас үлкенде болар. Ана қыздарға айтып қалды. Ей қыздар, мына үлкен кісіге орын берсеңдерші. Неге орын бермейсіңдер деп еді. Ана қыздар как будто бір ұйқыдан қазір тұрғандай, ештеңе көрмей отырғандай көздерін ашып, деді, орындарынан тұрып апайға орын берді әйтеуір. Оған да шүкір, Алла разы болсын. Апай орынға жайғасты. 2 қыз тұрды, ол 2 қыз жаңағы жағында отырған 2 қыздың қасына барды да, хайда әңгімені жіберіп жатыр. Ырқыл-жырқыл, ха-ха-ха сөйтіп тұрды. Енді бір түрлі бір маған ерсі көрінді, білмеймін, бір солай көрінді маған. Енді ана қыздарды тұрғыз жібергеннен кейін орындарынан ана қасындағы 2 қыз да тұрып, басқаларға, мана өздерінің үлкен тұрған адамдарға, әйел адамдар тұр, оларға да орын беруге болады ғой? Жоқ, ондай ойларында жоқ. Манаға екеуі көтендерін әрең көтерді, тіпті бүйтіп аңқылдап, сыңқылдап. Сосын мен де шыдай алмадым. Мүмкін ана қыздарға да бір сөзім өтер ме екен, олар бір тыңдап тұра қояр ма екен деген ойменен, айтқызбай ақ, ешкім айтпай ақ орынды бере қоймайсыздар ма, мадам көріп отырсыздар, үлкен кісі адамның мінген деп едім. Мәссаған масқара. Осы жерде болды ғой. Біреу бетіме қарады, бетіме сей жіберді кәдімгідей. Не, аяқтарың сынып бара жатыр ма дейді.
мәссаған ал керек болса. Үндей алмай қалдым. Үндемей сол жерде мелшиіп тұрдым да қалдым. Мелшиіп тұрғанда себебім неше түрлі ойлар келіп жатыр. Неше түрлі ойлар кетті ғой. Не деп ойладым да білмедім. Жаман ойлайын десем, біреудің мәпелеп отырған, аялап отырған қыздары. Жақсы деп ойлайын десем, ай жақсы енді білмей қалған болар деп ойлайын десем, істеп отқан қылықтары, айтып тұрған сөздері анау ғой енді. Мен бұны неге айтып жатырмын? Мен ол жастарды кінәлайын деп, бір жамандайын деп айтып жатқан жоқпын. Мүмкін осы видеоны көріп отырған басқа да жастар мүмкін ойланар, мүмкін осындай сәттер туған кезде орын берер деген оймен айтып отырмын ғой. Ай бірақ қайдам? Бұндай видеоларды ондай жастар, ондай адамдар қарамайды ау. Қарап отырған адамдар бәрі ақылы. Ақылы, ой өрісі кең, үлкен адамды сыйлай білетін адамдар деп ойлаймын менің көрермендерімнің барлығы да. Құрметті достарым, құрметті көрермендерім, айтыңыздаршы, бұл жерде кім кінәлі? Жастардың өздері ме, әлде тәрбиелеп отырған ата ана ма? Үлкенге орын беру ескілік пе, әлде біздің ата бабамыздан қалған бір үлкенді сыйлау деген мәдениет пе? Сосын осы орайда да айта кетіңіздерші, бұндай жағдайда үндемей тұра беру керек пе, әлде осындай жастарға айтып, ай орын беріңдер, неге орын бермейсіңдер деп оларға айту керек пе? Айтсаң тағы жақтырмайды. Қалай болу керек осындайда? Қазіргі жастар осындай деп айту дұрыс па? Әлде бұл буынның ішінде жақсысы да, жаманы да бар ма? Бұрын ауылда да, тіпті қалада да үлкен кісі келіп жатса, тіпті сонадайдан көріп, орын беріп, орындарынан тұрып жататын. Ол кезде тіпті орын бермеу үлкен ұят саналатын еді ғой. Ал қазірше, қазір жаңағы айтқанымдай, өзім көзіммен көргенімдей, көздерін жұмып қойып, көрмегендей болып, ұйықтап отырғандай болып, отыра беретін болыпты. Бұл тек автобустағы ғана мәселе емес, біздің қоғамдағы сыйластықтың азайып бара жатырғаны ма, соны түсінбей тұрғаным. Осындай үлкенді сыйламаған адам кімді сыйлайды? Өзін ата-анасын сыйлай ма? Өзін ата-анасын да сыйлайды деп мен қазір ойлай алмай тұрмын. Мана көріністерді көріп, содан бір нәтиже шығарғанда. Ертең өздері де сондай болып қартаймай ма? Сол кезде ойлана ма, ойланбай ма, ол да белгісіз. Иә, бұл әңгімені айтқандағы мақсатым мен бұл жастарды кінәлау емес. Иә, бұл әңгімені айтқандағы мақсатым менің жастарды кінәлауым емес. Тек бір ойланса екен деймін. Мүмкін ойланар. Бәріміздің де баратын жолымыз ол қартаю алда. Кейін қарай жасару емес, қартаю. Соны ұмытпаңыздар, көріп отырған жастар болса. Ал үлкендер болса, пікірлеріңізді жазып, ақылдарыңызды айтып отырыңыздар. Адамгершіліктің ең қарапайым үлгісі ол үлкенді сыйлау. Ал үлкенді сыйламасақ, онда кім біз деп айтамыз? Жастар, ертең сендер де үлкейесіңдер, сендер де қартаясыңдар. Осылай жас болып, жас күйінде жүрген ешкім жоқ. Бәрі де өседі. Айттым ғой жаңа, біздің алдағы жолымыз қартаю жолы. Ал сол кезде сендерге де ешкім орын бермей, осындай әрекеттер жаса, қандай болар едіңіздер? Сондықтан да қазірден бастап ойланып, үлкендерге орын беріп, сыйласып, сыйластықпен жүріңіздер.